Сәлеметсіздер, сабағымызды жалғастырамыз. Біз алдында сәйкестіргіш жасау негізінде мына объектіге бағытталған программалау туралы білімдерді айта кеттік. Негізінен бір қатар үйреніп болдық. Енді бұлардың бізге қажет жоқ. Бұлар тек мысал ретінде ғана айтылған. Сондықтан біз алдымен осыларды тазалап тастап, сәйкестіргішке қатысты сабақтарымызды жалғастыралық. Арадағы бұлар тек біз объектіге бағытталған білімдерді түсіну үшін ғана қосылған класстар. Бұларды өшіре салалық. Одан кейін мына қосқан library'да, ол сырттай қосылған, оны да өшіріп тастаймыз. Бұны өшірген кезде бірінші мынаны remove дейміз. Сосын бұл өшіргеннен кейін бұл толық өшкен жоқ. Мына сыртындағы solution'ға барып, мына жерден open folder file деп мына жерден тағы бір рет өшірсек толық өшеді. Содан кейін мына жердегі жазған main window'ның ішіндегілерді өшіріп тастаймыз. Мыналарды өшіріп тастаймыз. Жалпы алдындағы конвертерімізға кесек болғаны. Конвертеріміз ешқандай қателік жоқ. Енді бізде алдында жасап осындай формаға келгенбіз. Енді кейбір курсанттар айтады, мынарада мысалы бізде ағылшын латынша перне тақта тұрғанда қалай осыға кірісі, яғни латын төте жазуға болады деген. Сол жайында үйренгісі келеді екен. Бүгін сабағымыз осыны айтамыз. Яғни біздің мына перне тақтаны, қазақша перне тақта. Енді кірілсе перне тақта ол компьютерда бар. Оны қосу пайдалануға болады. Бірақ латынша жоқ. Латынша жоқ. Одан кейін төте де жоқ. Мына төте қосылған. Енді біз осыны айтудан бұрын бірінші біз осы жасырылып тұрған кезде қалай жазамыз? Соны айталық. Яғни осы арада біз кірілсе латын деп тұрғанда бұл жерге қалай кірілсе жазамыз. Сол турасында айтамыз. Содан қалғанын сол негізінде жазып алуға болады. Енді бұнда бірінші біз осы араға қазақша жазу үшін бірінші не істейміз дегенде, бірінші басқышта біз перне тақтадан басылған әріпті аламыз. Екінші, осы біз басқан кезде бұл латынша аламыз, яғни ағылшынша әріптегі мына перне тақтадағы латынша әріптер. Осы әріптерді алған әріпті кірішеге ауыстырамыз. Сосын үшінші басқышта біз осы ауыстырып алғаннан кейін осы мына кроссер тұрған орынға ауыстырған әріпті енгіземіз. Осы кроссер тұрған орынға ауыстырып алған әріпті енгіземіз. Сосын төртінші, енді біз мұнаны басқанды алып алдық, қайтадан тағы бассақ, осы да жазыла береді. Сондықтан системаның өзінің жұмысын күшінен қалдырамыз. Енді осы жер біраз түсініксіз болуы мүмкін, бірақ жазу барысында түсініп кетесіздер деп ойлаймын. Қалдырамыз. Сонымен бітті осы төрт-ақ басқыш. Біріншісі осы перне тақтадағын аламыз. Онда оны қалай аламыз деген кезде біз бұрын JavaScript-пен осындай перне тақта жазу барысында айтқанбыз. Бірінші keydown деген, сосын keyup деген, және де осы екеуінің ортасында keypress деген уақиғалар бар, яғни event бар. Keydown деген осы перне тақта басылғанда, перне тақтадағы батырма басылған кезде.
Ал key up деген сол басылып көтерілген кезде. Ал key press сол екеуінің ортасындағы уақиға. Енді біздің мына WPF-те, .NET Core WPF-те мына текст бокста мына жерде уақиғаларды көруге болады деп айтқанбыз. Мына оң жағында нажағай белгісі бар, осыны бассақ. Мынау талдаулы тұрған кезде, мына текст бокс талдаулы тұрған кезде, осыны оң жағындағы бассақ, осы жердегі уақиғаларды көрсетеді. Бірақ бұның ішінде қарайтын болсақ, тек key down менен key up қана бар міне. Key down, key up бар. Key press жоқ. Ал енді бұнда key press-тің ролын мына жерде preview text input деген алған екен. Мынау. Біз осыны басайық үстін, екі бассақ келеді мына жерге. Яғни мынаған қосқанмен бірдей. Text box-қа міне. Preview text input деген уақиғасына мына әдісті байлағанмен бірдей. Жаңағы үстін екі баса салған. Енді осы уақиға preview деген алдында деген сөз text input әріп енгізу. Яғни әріп енгізу алдында істейтін уақиға. Ондай болса, біз бірінші басқышта айттық, жаңағы пернетақтадан басылған әріпті аламыз деді. Онда мынаның ішінде text десек, біз сол әріпті аламыз. Онда біз алдымен message box show деп соны көрелік. Text нүкте text деп міне енді мына жерден жазсақ, міне A деп D-ны бастым D дейді. Үлкен G бәрі істеп тұр. Енді екінші басқышта істейтін ісіміз алған әріпті кіріншеге ауыстырамыз дейді. Біз мына жерден мынаны алдық. Бұл негізі қазір бізге қайтарып отырған string. Бірақ біз бұл негізі бір әріп ретінде қарауымыз керек. Яғни бұған C деп тұралық қазірше. Text дегенді біз әріпке айналдыруымыз керек. Ол чарға айналдыру керек үшін convert деген арқылы түрлендіреміз. To char деп. Міне text дегенді алып алдық. Біз әріпті аламыз дегеніміз, міне әріпті алдық. Енді жеке-жеке әріпті салыстырып кірісіге ауыстырамыз. Яғни мына switch case арқылы да ауыстыруға болады. Мына жерде A-ға тең ба деген break. Егер A-ға тең болса, B-ға тең болса, C-ға тең болса деген секілді. Енді осыған тең болса, біз одан кейін мына жерде char value дейік. Мынадан ауыстырып алған нәтижесі. Біріншісі бұл ештеме жоқ болып тұрсын. Я болмаса осы S-ға тең болып тұрсын. Мына жерде біз мынаны key деп алалық. Key-ге тең болып тұрады, мына value. Егер мына шартқа сәйкес болса, value неге тең дегенде, value тең. Мысалы, мына жерде біз кірілсе A деп жазуымыз керек. Немесе біз түсініктірек болу үшін, айырмашылық болу үшін 1 деп жаза салалық. Мынаған 2 деп жазалық. Мынаған 3 деп жазалық. Яғни біз осылай сәйкестендіреміз. Содан кейін бар, екінші басқыш, сәйкестендіру басқыш бітті. Міне, алған әріптерді кірілсеге сәйкестендіреміз. Үшінші басқыш кроссор тұрған. Кроссор деген езгі жазады. Кроссор тұрған, мына бір жыпықтап тұрған. Осы тұрған орынға біздің мына сәйкестендіріп алған әріпті енгіземіз дедік. Яғни мына жерде біз жазған кезде мынаның ішінде осы тінтөр тұрған орынға енгіземіз. Оны қалай енгіземіз дегенде бірінші басқышта біз
осының тұрған орынды алуымыз керек. Ол text src. Біз text src, сосын keyword index деген осы мына cursor тұрған орынның индексі. Біз осыны алып аламыз. Екіншісі text src, text осыға insert деген әдісі бар. Сол cursor тұрған орынға, міне cursor тұрған орынды көрсетеміз. Соған нені кірістеміз деймін, мына сәйкестендіріп алған. Соны енгіземіз. Одан кейін барып қайтадан өзіне бересіз болған. Мынау string қабылдайды, сондықтан мынаны toString десек болғаны. toString. Бұл екінші басқышта, үшінші басқышта біткен мынау. Cursor тұрған орынға енгіземіз дедік. Енді біз осыны бір көрейік, содан кейін бар жалғастырақ. Мысалы мен тіл тақтадан A деп бастым, міне cursor тұрған орынға 1 деп кіргізді. B деп бастым, міне 2 деп. Сондай жалғасты кіргізе береді. A десем не? A1 деп тұр. Ал енді мынада әзір қателік бар. Неге дегенде біз басқан A деген әріпті де енгізіп тұр, және сәйкестіргенді де енгізіп тұр. Бұл да қазіргі біздің жазғанымызда толық жазып болмадық. Енді төртінші басқышты істесек болады. Яғни системаның өзінің жұмысын күшінен қалдырамыз. Яғни бұрын системада пернетақтадан A деген басылса, соны осы текст боксқа, осы cursor тұрған орынға кіргізіп беретін. Енді біз соны күшінен қалдырсақ болған. Оны қалай қалдырамыз дегенде, мына I деген event, handlet дегенге true десек болған. Осылай жасақ болды. Бұрынғыны күшінен қалдыру мына. Қалдыру. Енді барып мынаны өшіріп қайтадан ашу керек. Енді мына жерде A деп жазалқын деп, 1 деп. P десек 2 дейді. S десек 3 дейді. Ал бірақ мына cursor қозғалмай тұр. Неге қозғалмайды дегенде, өйткені біз cursorдың орнын өзгертпедік. Біз бір әріп жазғаннан кейін, мысалы A деп жазғаннан кейін, cursorды мына жағына өзгертіп тастауымыз керек, былай қарай. Тағы да бір әріп жазғаннан кейін тағы өзгертіп тастауымыз керек. Сондықтан қайтадан осыны өзгертуіміз керек. Яғни мына жерде text src, сосын keyword index қайтадан өзгертуіміз керек. Ол неге тегін дегенде, мынау қосылған мына жерде value'дің length'іне теңдесек те болады, болмаса 1 десек те болады, өйткені бұл бір әріп. Сондықтан осылай жасақ болды. Өшіріп, енді қайта көрейік. Міне, A деп бастым, міне. Әрқашан артында жүреді. Ортасына жазсаңыз да ұқсас. A деп бассам 1 деп ауыстырып беріп отыр. B деп бассам 2 деп ауыстырып отыр. S-ны бассам 3 деп ауыстырып отыр. Сондықтан бұл дұрыс болды деген сөз. Енді мына жерде мынау сәйкестендіргеннен кейін 2-3 әріпке ауысып кетуі мүмкін десеңіз, онда былай жазсаңыз да болады. Value toString, сосын барып length'ін қосып берсеңіз болды. Сонда жаңағындай көзсіздікпен 1 деп жазғанға қарағанда қателік алыс шығады. Ал енді осылай болды. Енді бізге не керек дегенде, мұнарадағы латынша менен кіршаның тіл тақтадағы сәйкестірген орны керек. Оны қайдан аламыз дегенде, мен бұрын жазғаным бар. Қазылатын GitHub, мына Ербосын Нұрбол деген GitHub'ның ішінде бұрын мына jQuery қазақ сопты веб аями деп. Бұл JavaScript-пен жазылған. Осының ішінде біздің мына пернетақталардың тізімі бар. Мынау латынша, мынау Unicode, яғни 16-лық системадағы жазылған. Енді мен былай жазып шығуыма да болады мына жерде. Былай жазып шықсақ та болады. Мысалы, мынаны A деп жазып, содан кейін барып мына жерде мынаны көшіріп, мынаған, сосын бірақ мына C#-та мына 0x деп жазбайды, U деп жазады. Мынау Unicode нөмірі.
кірілсан Unicode нөмірі. Не үшін мен мына арада Unicode алды деген кезде, мына жерде төте жазу бар, мынау бар, басқасы бар. Осы ретсіз көрінеді, сондықтан мен Unicode алғам. Бұның енді ешқандай кедергі кетері жоқ. Мынаны ауыстырсаңыз, мысалы мына жерден string from charcode деп былай ауыстырып көретін болсаңыз, осы кірісі әріп шығады. Сол сияқты мынау ретті болу үшін Unicode алынған. Енді біз мыналарды өзгертіп шығайық бірінші. Осылай өзгертіп шығу керек. Бірақ бұл да дұрыс жол емес. Бұған өте ұзақ уақыт кетеді. Негізі программистер жалқау болады. Бұны бұлай өзгертпейді ешқашан. Енді мен сіздерге жалқау программистерше өзгертіп берейін. Енді бұны өзгертуден бұрын біз былай істейік. Біз мынаны реттейік. Бірінші біз мына жерге бір класс қосалық. Класс қосамыз, біз класс үйренгенбіз. K-map helper деп жазалық. Яғни осы пернетақта көмекшісі болсын, бұл public. Енді осының ішінде біз үйренген білім бойынша public, static, void, сосын void емес, біз тіке dictionary, string деп алсақ болғаны. Сосын key map, new dictionary. Сосын dictionary'ді біз қалай ауыстыратынды білеміз. Бұнаған алдында үйренгенбіз. Бұл hash table'мен ұқсас, егер түсінбесеңіз қарайсаңыз болды. Мынау енді dictionary'ге былай қалай жазатынбыз міне. Естеріңізде болса, мысалы мына жерде A деп былай қарай, сосын бір, мынау бізде string емес екен, бізде char екен. Бізде char керек. Char. Содан кейін мына жерде, яғни A деген әріпке біз бір деп алсақ, жаңа бойынша мына жерге B деген әріпке 2 деп аламыз. Сосын S дегенге 3 деп аламыз. Осылай жазып шығымыз керек біз. Осылай жазып шығымыз керек. Енді барып мына keymap'ты мына жақта қолданайық. Онда keymap helper. Ол кезде біз мынаны жазуымыздың қажеті жоқ. Мынаны қазір жасыра тұрайын. Ол кезде біз былай істейміз. Егер мына keymap helper'ның ішінде keymap contains key, егер осы key бар болса, не істейміз дегенде, онда value неге тең? Value онда осы keymap'тың, мына ішінде dictionary ғой, осыған key алғанға тең. Бұны hash table'да үйренгенбіз, осының ішіндегі мәніне тең деген сөз. Енді мынаның қажеті қалмады. Енді анау жаңағы switch кейс қылса ұзын сонар кетпейді. Біз мына жаққа жазып бөлек жазып аламыз. Осы класстың пайдасы осы. Енді барып жазса көрейік енді, дұрыс па дегенде. Міне. Дұрыс деп тұр. Бұны басып жатырмын, сыны басып жатырмын. Дұрыс деп тұр. Енді бұда дұрыс болды. Енді біздің мақсатымыз мынаның ішіндегіні, мынадағыны мынаған осындай формада өзгерту. Енді программистер жалқау, олар қайтеді дегенде мынадан заңдылық тауып өзгерте салады. Яғни біз мынаны алдымен көшіріп алалық. Бұл JSON форматында. JSON форматы мынадай жазылады. Ортасы қос нүкте, сосын үтірмен әрқайсысы. Яғни key value деген сияқты. Жаңағы ұқсап қалады. Key value, сосын үтір key value. Ал біздің мына dictionary'ге қарасақ, бұда да key value, бірақ ортасы үтір нүкте емес. Бірақ сыртында жақша бар бұндай. Енді біз осыны өзгертіп, мен мынаны тікке көшіріп алам. Содан кейін барып notepad мына жерге келгеннен кейін біз мына үтірді бірінші осы үтірді replace деп өзгертейік. Үтірді неге өзгертеміз дегенде бұл
былай қараған жақша, сосын үтір былай қараған жақша деп өзгертейік. Барлығын өзгерттік, үтірдің бәрін өзгерттік. Енді осы кезде барып қарасақ, ең алдында бір жақша екен болады, ең соңында бір жақша екен болады. Ал енді екінші басқышта не өзгертеміз дегенде, екінші басқышта мынаның бәрін үтірге өзгертуіміз керек. Мына жерден replace, мына екі нүктенің барлығын үтірге өзгертеміз. Енді бұл кетті деген сөз. Енді үшінші басқышта не дегенде, мына 0x дегеннің бәрін, бұл енді 16-лық формат деген сөз. Біз айтқанымыз 0x-тің бәрі біздің C# мынадай жазылу керек. Unicode деп белгілену керек. Ал одан кейін бізде мынау қос нүкте емес, бізде жалғыз нүкте, сондықтан енді біткен қос нүктенің бәрін жалғызға өзгертуіміз керек. Соныменен дайын болды. Көрік. Осы араға әкеп жапсыралық. Қарасақ дұрыс болды. Бұда енді қателік іздеп көреміз. Міне жерде қателік бар екен. Бұл не дегенде? Көресілік, мына з-ның артындағы. Бұл з-ның артындағы кішкене z деген әріптің артында. Мынаның артында міне үтір екен негізі. Жаңағы барлығын өзгерткен кезде бірге өзгеріп кеткен. Сондықтан мынаны дұрыс артында үтірге өзгертіп. Басқа қателік бар ма дегенде қарайық. Негізі мынау осы қате болуы мүмкін. Үтірден кейінгі әріп. Негізі бұл арада мынадай. Біз мынаны өзгеріп жергенбіз, сондықтан қайталып керек. Қалғаны сол қалпында. Енді жазып болғаннан енді көрейік мына жерге. Енді міне с қателік шықты мына жерден. Не дейді бұл қателікте? Көйтек. Мынада екі рет қосылып кеткен дейді. Бір кей екі рет қосылып кеткен деп тұр. Соны көрейік, қай жерде екі рет қосылып кеткен. Біз жаңағы қосқан үтіріміз екен. Қателескен, жаңағы қосқан үтір екі жерде қосылып кетті. Енді мынау негізі біз үтір емес. Көрік. Мынау үтір, мынадай екен. Жаңа біз replace қылғанда қате кеткен екенбіз. Мынау енді дұрыс болды. Жаңа үтір екі рет қосылып кеткен. Мынау былай болу керек екен. Негізі осы ауыстырбағаннан кейін бір ретті негізі салыстырып көру керек. Қанша дегенмен бірден өзгерткенге қарағанда оңайырақ деген сөз. Енді барып жазып көрейік. Міне с л сәлем. Мені жазып тұрсақ. Бәрі дұрыс деп тұр деген сөз. Ал енді бұл енді кіріссадағыз. Мен басқаларын қалай жазамыз дегенде осымен ұқсас. Біз мына жерге жаңа кики қалпыр дедік, енді мына жерге ұқсас өзгертейік. Мысалы төте жазудағыны кизи мәптей салақ. Төте жазудағысын көшіріп әкелік. Осыны сол altında көшіріп әкелік. Одан кейін бірінші істейтін ісіміз 0x-ті өзгертіп тастайық. Replace 0x-ті u деп өзгертеміз. Одан кейін мына үтірді replace былай үтір былай жақша ашқамыз. Содан кейін осының алдына бір жақша, артына бір жақша қосқамыз.
Енді одан кейін мынаның бәрін үтірге айналдырдық. Одан кейін мынаның бәрін бұның бәрін бір талға айналдырдық. Сонымен болды дегеніміз болғаннан кейін енді салыстырып көру керек. Қазір алдымен осыны бір өзгертіп тоқтатып. Енді барып қарап көрейік. Біз жаңа өзгерткен ішінде қате кеткен не бар екен деген. Мына жерде бір нәрсе қате деп тұр. Біз қайтадан келіп, мынаны көшіріп аламыз. Көшіріп әкеліп, мына түрдің өзін ғана көшіріп, содан кейін былай қараған жақшы, үтір, былай қараған жақшы. Бәрін ауыстырдық. Сосын алды-артына бірден қосамыз дегенбіз. Ал екінші басқышта мынаның бәрін үтірге айналдырамыз дедік. Үтірге айналдырамыз. Бұның бәрін айналдырдық. Одан кейін мына апарып бір талға айналдырамыз дедік. Содан кейін болған. Енді не қалды көрейік. Жаңа байқамай алды-артына үтір қосып кеткен сияқты, бостық қосып кеткен секілдіміз. Енді көрейік. Содан кейін шыққан қателікті дұрыстай саламыз. Бұдан шығу мүмкін қателік жаңағы үтір ауысқан жерде. Мына нелер ауыспай қалды. 0x дегеніміз. 0x деген U болу керек бізде. Міне. Енді осының ішінде не қателік етуі мүмкін деген мынау. Жаңағымен ұқсас. Сұрабегінің артындағы ол мына үтір екен. Одан басқа не бар? Басқа қате шығатын жер жоқ, сондықтан сақталық. Енді барып мына KikiMap деп өзгертіп көрейік. Мына жерде KikiMap емес, KikiMap деп өзгертіп көрейік. Енді қазір бізде перне тақтамыз ағылшынша талдаулы тұр. Енді жазып көрейік. KikiMap. Қайтадан ашалық. Дұрыс. Мына жерде біреуін ғана өзгертіп, біреуін өзгертпептік. Мына жерде KikiMap, мынау да KikiMap болу керек. Енді барып көрейік. Міне. Біз қазір ағылшын перне тақтасын талдаулы тұр. Мұнараға біз төте жаза аламыз деген сөз. Енді мына бағытын оңнан солға теңшесек болғаны ешқандай қателік жоқ. Енді бұл арада кішігірім бір мәселелер бар, соларды дұрыстайық. Содан сабағымызды аяқтасайық. Ол үшін мынаны алдыменен KikiMap'қа талдап қояйық. Ол не қателік дегенде, мынада жаздық, содан кейін барып біз мынаны талдап қойып жазсақ, бізде қате кетеді. Ал енді мына неден қарайық. Мыналарға жаздыңыз. Сосын біреуін қоршап қойып, бір деген жазсақ, соны өшіріп, соның орнына жазады. Ал бізде қазір ондай емес. Мен мынаны қоршап қойдым, бір дегені бассам, соның артына кетіп қалады. Енді бұл мәселені қалай шешеміз дегенде, біз мына жерден талдау жасауымыз керек. Жаңағы бірінші, егер текст src
text src, сосын selection length деген бар. Selection length. Осы жаңағы былай қоршалған ұзындық деген сөз мына. Мына төртеу талданса төртеу, біреу талданса біреу деген сөз. Егер сол қоршалған нөлден үлкен болса, онда осы арада өстіп таңдаулы тұр деген сөз былай. Таңдаулы тұр деген сөз мындай. Қоршалып тұр деген сөз. Одан кейін басқаша ойлауымыз керек болады. Ал енді әдеттегі жағдайда біз осы қалыпты ойлауымыз керек. Онда мынаны біз қалыпты ойлағандағы жағдайымыз керек. Ал енді мына кезде қалай ойлаймыз дегенде, бірінші бұда да ұқсас selection start деп біз text src selection start деген. Яғни таңдалған район басталған. Яғни мына жерде қарайтын болсақ, біз былай бастадық, мына басталған индексі. Осы жалпының ішінде басталған индексі. Міне. Соны аламыз, одан кейін мына ұзындық белгілі. Мысалы, мынадан бастап, мынаға шейін 10 тал болса, 10 тал ұзындық деген сөз. Сосын осыны өшіріп, осы орынға бересақ болды. Онда бірінші selection start'ты алдық. Енді егер selection start нөлден үлкен болса, онда не істейміз дегенде, біздің жерге string text деп алайық. Бұл текст неге тең дегенде, текстіміз text src substring. Біз string деген сабақта айтқанбыз. Substring арқылы, text src text substring арқылы кесіп алуға болады дегенбіз. Онда бұл қазір мына басталған орын нөлден үлкен болған кезде, мысалы, мына нөлден үлкен ғой. Онда біз мына алдыңғы жағын алдымен кесіп алуымыз керек. Ал егер нөлге тең болса, онда кесіп алатын ештеме жоқ. Сондықтан талдау жасауымыз керек. Нөлден үлкен болғанда, мынау 10 деп санасақ, мысалы, мен былай істеймін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мысалы, мен мына орыннан бастап талдадым. Онда талданған орнымыздың индексі 3 деген сөз. Онда 3-тің алдындағы әріпті мен алдымен кесіп алуым керек. Яғни, нөлден бастап, осы selection start'ке дейінгі әріпті, ұзындықтағы әріпті мен кесіп алуым керек. Мынау әзір индекс қой, яғни 3, сондықтан мынау ұқсас үйретеді деген сөз. Яғни 3 болса, біз 3 әріп кесіп алуымыз керек. Индекс 3 болғанда 3 әріп кесіп алуымыз керек, 4 болғанда 4 әріп кесіп алуымыз керек деген сөз. Қазір бұлай талдалып тұрған кезде, біз мына алдыңғы 4 әріпін кесіп аламыз. Міне, нөлден бастап алдыңғы 4 әріп кесіп алдық. Енді екінші талдайтынымыз, осыдан өткеннен кейін текст қосылған тең value болады деген сөз. Мына value'ды қосып береміз. Текст қосылған тең value, мына string деген қажет жоқ екен. Ал енді одан кейін не істейміз дегенде, енді біз ең соңында кетіп қалған болуы мүмкін мынаның. Мына талдап ең соңында кетіп қалған болуы мүмкін, немесе былай талдаған болуы мүмкін да. Сондықтан, егер ең соңында кетіп қалмаса мынау, онда біз осы талданған район артындағы әріпті қосып беруіміз керек. Ең соңға кетіп қалған қалай ойлаймыз дегенде, selection start қосылған мына length талданған selection length. Біз мына жерге бұны да бір айнымалы алып алайық. Selection length. Екеуін қоссақ, сосын бұл егер үлкен болса, неден үлкен болса дегенде біздің мына text src-дің length-ынан. Немесе былай қарайды, мына үлкен болса екен. Осы старттан length'ке дейін екеуін қосқанда, мынадан кішкене болса, онда артында әріп бар деген сөз. Мына таңдалмаған әріп бар деген сөз. Яғни былай айтайық, қазір selection, мынадай жағдайда selection start'ы 5
мына жерде selection start. Бұл кезде 5, біз жаңа былай санаған кезде. Ал енді ол кезде selection length'і 3. Мына қараңыз, былай талған. Selection length деген осы қоршалған әріптің саны 3. Енді біз осы 5-ке 3-ті қоссақ 8. Ал енді мына жалпы әріптің саны 4, міне 5, 6, 7, 8, 9. Онда кіші болды деген сөз, онда біздің шарт қанағаттанды деген сөз. Кіші болса, онда біз ары қарай біраз жұмыстар істеуіміз керек. Яғни не істейміз дегенде біз мына жерде текст қосылған тең деп алайық. Онда біз осы индекстен бастап ең аяғына дейін кесіп алуымыз керек. Онdan жазбай қойсақ та болады. Яғни substring'да басталған индексті берсеңіз, сосын екінші параметрді бермесеңіз, бұл ең соңына дейін деп есептейді. Яғни біз мынадай жағдайда мына орыннан бастап аяғына дейін кесіп алуымыз керек. Енді мына 5-ке 8-ді қостық, 3-ті қостық 8. Индексі 8 дегеннен бастайтын болсақ, міне 4, 7, 8, яғни осыдан бастап аяғына дейін кесіп алдық деген сөз. Ал енді осыдан кейін барып біз text src текстті тең мына текст десек болады. Ал енді осыменен тағы да біткен жоқ, біз жаңағы мынаны теңшеуіміз керек. Length'ін беруге. Бұл енді неге тең дегенде, бұл selection start қосылған value тең downstream length деген сөз. Осылай болу керек. Енді барып көріп дұрыс па дегенде. Мысалы, бұл жерде дедік та, мына ортасындағы 3 әріп талдап, мен басқа бір әріп басайын. Дұрыс болып тұр деген сөз. Демек, мынау дұрыс деп тұр біздің жазғанымыз. Осылай кескен мәселелерді дұрыстап отырамыз деген сөз. Ал енді бұл осылай бітті. Біткеннен кейін біз мына жерде тағы бір нәрсе бар. Яғни біз мына жерде text src деп алып жүрміз. Біз қазір осыған екенін білеміз. Енді біз осы жазған мына әдісіміз басқа осындай текст бокстарда бірдей істей беретін болса, біз былай алып жүрсек болмайды. Сондықтан біз былай алып аламыз. Sender деген, осы ивенттардың ішіндегі sender деген, осы әсер еткен control, яғни біз былай жасап болады text box. Text box, сосын text box деп алып, сосын мына senderдің өзі бір text box біз білеміз, сондықтан text boxқа түрлендірсек болғаны. Мынау түрлендірдік. Енді барып біз астындағы text src дегеннің бәрін осы text boxқа ауыстыра салайық. Сонда кейін енді алда жалда тағы басқа text boxтарға істесек керек болады. Енді өзгертудің әдісімен бірден өзгертпей, өстіп талдап аламыз. Талдап алғаннан кейін тақтаға контролға F-ті басамыз. Басқаннан кейін жерге жазамыз. Нені өзгертеміз дегенде біз text src нүкте. Бұл жерде үлкен кіші парықталсын десек, мынаны талдаймыз. Талдану ғой, осы біз талдаған райондарда бұл жерде selection деген талдану керек, әйтпесе осы бірақ талдап жүруіміз мүмкін. Біз қоршап алғаннан кейін барып, енді осыны барып біз text, негізі бұл жерде қате жазылды, text box деп алайық. Text box нүкте деп ауыстырсақ болған. Енді бұл сөзсіз деген нәрсе емес, бірақ біз білуге тиісті мазмұн. Яғни осы ивенттардың ішіндегі sender осы әсер еткен элемент. Сондықтан біз осыны алып алып, осы негізінде істесек дұрыс болады. Text box деп алдық.
Ал енді бұның басты артықшылығы, тағы да бір текст боксқа осы оқиғаны байлай салсақ, сол текст боксқа да осы қазақшамыз жазыла береді деген сөз. Яғни осыны бір жерде ғана жазып аламыз, көп жерде істетеміз деген сөз. Енді мынаны тағы да бір сынап көрейік. Міне жаздық. Енді біз не үшін әзір кіріліса жазуды мысалға алдық дегенде, бізде латыншаның пернетақтада орны жоқ. Мен мынада өзімде бар болғаннан кейін ғана осыны істетіп отырмын. Ал енді латыншаныкі жоқ, оны мынадан қарап жазып шығу керек болады. Мына жерден латын деп жазып қойып, осыған қарай тізімге қарай жазып шығу керек. Ал енді кіріліса негізі компьютердің өзінде де бар. Көбіңіз ойлауыңыз мүмкін, бұның қажеті қанша деп. Бірақ бізде сондай бір мүмкіншілік берсек, мысалы кіріліса пернетақтасы жоқ адамдарда осыны кіріліса жазылатын. Төте жазудікі компьютерда да жоқ, сондықтан төте жазуға бұл енді сөзсіз қажет болады.